саламатсыңдар ма балалар? Отыра қойыңдар. Бүгінгі биология сабағымызды бастаймыз. Бастамас бұрын, жаңа тақырыпты бастамас бұрын, алдыңғы тақырыбымызды қысықтап бекітіп алайық, иә? Ол үшін барлығымыз тақтаға назар аударамыз, сұрақтарға жауап беретін боламыз. Қазір сұрақтар шығатын болады. Сұрақтардан астынан дұрыс жауап таңдауларың қажет. Бірінші сұрақты оқиық. Есту қабілетін сақтауға көмектеседі. Кім жауап береді? Есту қабілетін сақтауға көмектеседі. Жансая. 70 жастағы тауық тұрғынның естуі. Жоқ. Есту мүшесін күту. Есту мүшесін күту. Жақсы. Тағы, келесі сұрақ. Есту қабілетін төмендетуі мүмкін. Ерасым. Қатты шу. Қатты. Я көрген. Ұзақ уақыт қатты шуды тыңдады. Ұзақ уақыт қатты шу. Екеуін де көрейік, иә, қазір. Көргенімді дұрыс екен. Келесі сұрақ. Дабыл жарғағын зақымдап алуы мүмкін. Дабыл жарғағы. Құлақты тазалағанда ішкі зат қолдануға болмайды. Я құлақты тазалағанда ішкі зат жарайсың. Келесі сұрақты оқимыз. Қатты шудан қорғану керек. Құлақтығын алыстау дейді. Естуді шудан қорғану дұрыс жарайсың. Келесі сұрақ. Есту мүшесіне жүктеме аз болады. Әсет. Таудағы тыныш орта. Таудағы тыныш орта. Дұрыс. Келесі сұрақ. Дабыл жарғағына кері әсер етеді. Дабыл жарғағына. Айбөпе. Құлықтың жиналуы. Құлықтың жиналуы. Жоқ, дұрыс емес екен. Басқа сұраққа ауысып кету үшін. Келесі. Дыбысты қатты қоспау және үзіліс жасау неге байланысты? Қайсы жауабына? Нұрасыл. Қатты дұрыс қолдану. Келесі сұрақ. Адамның нашар естуіне әкелуі мүмкін. Кім жауап бермеді? Бардап етіп көрейік. Қатты шу. Қатты шу. Құлақтың жиналуы, иә? Қаладағы 20 жастағы адамның естуімен тең болуы мүмкін. Жансая жауап бермеді, иә? 70 жастағы тау тұрғынның естуі. Тау тұрғынның естуі, иә? Дұрыс жарайсың. Келесі. Шаң тозаңмен микробтардан қорғайды. Кім жауап бермеді? Еркежан. Құлық майы. Жарайсың. Соңғы сұрағымыз бізде. Дабыл жарғағына кері әсер етеді. Кім жауап бермеді? Диас. Жауап бермеді. Құлақтың жиналуы қатты шу. Қатты шу. Жарайсыңдар. Бір сұраққа ғана біз дұрыс жауап бере алмай қалдық, иә? Ол бағанағы адамның нашар естуіне әкелуі мүмкін. Құлақтың жиналу көбейіп кетуі адамның нашар естуіне әкелуі мүмкін екен. Есте сақтап, ұмытпай жүреміз, аха? Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, сабақты бастамас бұрын осы айдың құндылығымен таныстырып кеткім келіп тұр. Яғни тәуелсіздік және отаншылдық деп аталады. Ал аптаның дәйек сөзі патриотизм, ата-анаңды құрметтей білуің. Бауыржан Момышұлының айтқан сөзі екен. Яғни жалпы осы жерде аптаның дәйек сөзіне тоқталғым келіп тұр. Патриотизм дегенді қалай түсінесіздер? Елге деген махаббат, елді сыйлау, құрметтеу. Жақсы, тағы? Әсет? Патриотизм деген сөзі елге деген сүйіспеншілік деп түсінемін. Өйткені қазіргі таңда көптеген қазақтар шетелде жүреді. Сол патриотизм өз еліне сүйіспеншілікті ол өз елін сағынады. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, қазір жаңа тақырыпты бастамас бұрын келіп топқа бөлініп алайық, иә? Осы топқа бөліну арқылы біз сабағымыздың тақырыбын анықтай алады екенбіз. Балалар қандай
Aralас бездер, эндокринді, экзокринді бездер тобын таңдадық, иә? Яғни қалай ойлайсыңдар? Осы сөздерге байланысты біздің сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Гормондар, иә? Яғни бүгінгі тақырыбымыздың сабағы гормондар, гуморальды реттеу ұғымдары, эндокринді, экзокринді және аралас бездердің орналасуы және қызметі, бездерден бөлінетін гормондар бүгінгі жаңа тақырыбымыз. Яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты сабақ мақсатымыз эндокринді, экзокринді және аралас бездердің орналасқан жерлерін анықтай білуіміз қажет, бездердің негізгі қызметтерін түсіндіре алуымыз қажет екен. Ал енді балалар, жалпы адам ағзасында, жалпы адам денесінде қанша түрлі без бар? Қалай ойлайсыңдар? Үш түрлі деп ойлаймыз, иә? Эндокринді және аралас бездер. Яғни, ол сендердің жалпы бездердің топқа бөлінуі, иә? Енді негізі жүзден аса мыңдаған бездерге дейін жетеді екен. Ал негізгі бездер, қазір сабақ барысында танысып көреміз, негізгі бездерде ол ішкі секреция бездері болып табылады. Ішкі секреция бездерінде бездерінің түрлері бар, иә? Мысалға, олар эпифиз, гипофиз, қалқанша безі, қалқанша маңы безі, айырша без, ұйқы безі, бүйрек үсті безі және жыныс бездері. Осы негізгі бездер адам денесіндегі бездер болып саналады. Жалпы адам денесінде қанша без бар деп сұрақ қойған кезде біз 8 без бар деп жауап бере білуіміз қажет екен. Жалпы адам денесінде негізі саны өте көп, бірақ негізгілері осылар болып табылады. Түсінікті ма? Енді қысқаша түсіндіріп кетейін. Жалпы бездер дегеніміз сыртқы секреция бездері, аралас бездер және ішкі секреция бездері болып үшке бөлінеді. Бездер дегеніміз безді эпителий жасушаларынан тұратын мүшелер болып табылады. Бездердің ішінде түзілетін заттарды секреция, ал бөлінетін заттарды секрет деп атаймыз. Енді мына жерде жеке-жеке қысқаша тоқталып кетейін. Жалпы сыртқы секреция бездері дегеніміз, яғни ол экзокринді. Сыртқы секреция бездерін білдіреді. Оларға бауыр, сүт, тер, сілекей бездері, май бездері және қарын мен ішек бездері жатады екен. Яғни сыртқа бөлінетін заттардың барлығы сыртқы секреция бездері болып табылады. Ал енді аралас бездер, олар ұйқы безі және жыныс бездері, аралас бездер. Және бізде ішкі секреция бездері бар, оларға гипофиз, эпифиз, қалқанша маңы безі, қалқанша без және бүйрек үсті бездері жатады екен. Олар сыртқы бездерінің белгілері сөл бөліп шығаратын өзегі болмайды, сөл тікелей қанға бөлінеді, оның сөлін гормондар деп атайды екенбіз. Енді осы тақырып бойынша видеоролик көріп алайық, иә? Ал енді балалар, ағзамыздың ішіне үңіліп көрейік. Қараңдаршы, олар бізге бірдеңе айтқысы келетін сияқты. Адам ағзасы жай ғана дене емес. Ол тірі, тынымсыз жұмыс істейтін үлкен қала. Гормондар ағзаның құпия хабаршылары. Олар қан арқылы жүріп қозғалып, тыныштау, өспеген бұйрықтарды жеткізеді. Бұл эндокринді бездер командасы. Әрқайсысының өз міндеті бар. Мен гипофиз, мен бүкіл гормондар оркестрін басқарамын. Қай без қашан жұмыс істеу керегін дәл мен белгілеймін. Ал мен сенің энергияң үшін жауаптымын. Жүгіру, ойлау, оқу, бәріне мен көмектесемін. Қауіп бар, дайындал, жүректе соқ, ол жүректер қимылда. Жұмыс қызу жүріп жатыр. Қантты реттеу, менің жұмысым. Уайымдама, біз бәрін реттейміз. Қантты реттеу менің жұмысым. Гормондардың басты мақсаты ағзадағы тепе-теңдікті сақтау. Барлығы өз орнында болса, адам өзін жақсы сезінеді. Біз гормондар, біз сенің денсаулығың үшін жұмыс істейміз. Ал енді осы тақырып бойынша ғана бөлініп алған едік, иә? Бірінші топ эндокринді бездер тобын қай топ таңдады? Сіздер бірінші топ эндокринді бездер тобы боласыздар. Екінші топ экзокринді бездер тобы, үшінші топ аралас бездер тобы. Енді осы тақырып бойынша жұмысымызды бастайық, иә? Бірінші топ эндокринді бездер тобы постер жасап қорғайтын боламыз. Екінші топ экзокринді бездер тобы, үшінші топ аралас бездер тобы.
Ал балалар қазір топтық жұмысты бастамас бұрын топ басшыларына мен мынандай бағалау парағын беремін. Бағалау парағында әрбір жасаған жұмыстар бойынша өзімізді бағалап отырамыз. Төбесіне аты жөнін, оқушының аты жөнін және мына жерге балды жазып отырулары керек. Жарай ма? Жарайды. Ал жақсы. Қараңдар, енді осы таңдаған топтарың бойынша, яғни тақырыптарың бойынша мынадай тапсырмалар орындаймыз. Бірінші топ эндокринді бездер, яғни постерге сіздер гипофиз, қалқанша без, бүйрек үсті бездері қандай қызмет атқарады, олардың маңызы қандай, олардан бөлінген гормондар қандай ауруға шалдығады, егер көбейген жағдайда немесе азайып кеткен жағдайда, сол туралы постер қорғап шығасты. Екінші топ экзокринді бездер, сілекей безі, тер безі, асқазан безі қандай қызмет атқарады, қандай гормондар бөлінеді, сол туралы қорғайтын боламыз. Үшінші топ аралас бездер, ұйқы безі және жыныс бездері және олардың маңызды атқаратын қызметтері туралы тоқталып айтып кетулеріңіз керек. Ал бастаймыз, іске сәттілік. Adrenalin kuyucusu жағдайда бөлінген гормон әсері қант мөлшерін арттырады, жүрек жиырылу ұрығын жиілетеді. Бұл себепті жұмысын күшейтеді. туындайтын аурулар жылдан жазамыз, көбейіп кеткен жағдайда немесе азайып кеткен жағдайда. Елге береміз, аяқтағандарымыз алып ел. Жарайсыңдар, қазір бірінші және үшінші топ тұрайық. Аяқтайық жұмысты, содан кейін бір-бірімізді тыңдаймыз. Бір-бірімізге кедергі жасамау үшін бір-бірімізді тыңдай білуіміз керек, балалар. Болған болсақ, ең бірінші болған екінші топ экзокринді бездер туралы өзіміз ақпарат беріп кетіп, сол тақырыпта қорғайтын боламыз. Қалған екі топ мұқтажында бағалайтын екінші топты. Біздікі экзокринді бездер. Экзокринді бездер өз секретін түтік арқылы
парламентпен сыйлық береді. Экзокринді бездерде тер бездері бар. Тер бездері ол адамның денесіндегі зиянды заттарды шығарады және адамның денесіне температураны ұстап тұрады. Ол тұздарды, суды және зиян заттарды шығарады. Оның маңызы адам денесіне температураны ұстау. Экзокринді бездер үш түрге бөлінеді. Ол сілекей бездері, тері бездері, асқазан бездері. Әр бездің өзінің атқаратын жұмыстары бар. Ол біздің ас қорыту жұмысымызға, денеміздегі ағзаларымызға көмектесетін бездер. Сілекей бездері ауызға сілекей бөледі және де ас қорытуға көмектеседі. Асқазан бездері асқазан сөлін бөліп тағамды қорытады. Қорытындылай келе біздің айтарымыз, экзокринді бездер ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне қажет маңызды бездер болып табылады. Олар ас қорытуға, дененің температурасын реттеуге және де қорғаныс қызметін қажет. Жақсы, жарайсыңдар. Керемет. Бағалауды жүргізуге әр топтағы оқушы қалай сөйледі, соған сәйкес бағалауды қояды. Жарайсыңдар. Бірінші топ эндокринді бездер, иә? Гипофиз, қалқанша безі және бүйрек үсті бездері қандай қызмет атқарады? Маған екі топ тыңдаймыз. Гормондар дегеніміз ішкі секреция бездерін бөліп шығаратын ағза бөлшектерінің орнын ауыстыра алатын биологиялық белсенді заттар. Гиперфункция дегеніміз ағзадағы гормондардың құрамы өте көп болуы, ал гипофункция дегеніміз ағзадағы гормондардың мөлшері аз болуы. Гуморалды реттілік дегеніміз ағза ішіндегі ортаны қан, лимфа, гормондар арқылы реттеледі. Гипофиз ол бізде салмағы өте кішкентай, бірақ ол өзі кішкентай болғанмен ол көп бездерді басқарады. Және де оның негізгі ішкі секреция безі. Ересектерде ол 0,5 грамм немесе 0,65 грамм болып саналады. Және оның 25 түрлі гормоны болады. Ұйқы безі бағынбайды, тек қана оған ұйқы безі ғана бағынбайды. Ол өте кішкентай мидың астында орналасқан. Және де ол сүйектердің, қол аяқтардың сүйектерінің өсуін қадағалайды, яғни басқарады және аралық мидың астындағы жағында бекінген. Және ол өсу гормондарына да қатысты. Ол жақта мысалы барлық ұлпа ағзалары әсер етеді оған. Оның қызметі қаңқа мен бұлшық еттің өсуіне әсер етіп, ағзаны дамытады. Егер де ол артық түзілсе, онда алыптық ауруға шалдығады. Жарайсың. Қалқанша без тироксин гормонын бөледі. Йод жеткілікті болуы керек. Тамақпен және сумен жеткілікті мөлшерде йод алып отырғанда эндемиялық қызыл пайда болады. Жас балаларда йод жетіспесе кретинизм, бала кемақы көбінде саңырау болып өседі. Қалқанша безі ағзаға тироксин аз мөлшерде түссе микседема болады. Микседеманың белгілері адам семіреді, дене температурасы 35 градус болады, үнемі ашылады, күш қуаты аз, әлсіз болады, ұйқысы келе береді. Ал енді бүйрек үсті безі ол екі бүйректің орналасқан гипофиз эндокриндік бездер болады. Бүйрек үсті бездері ол екі қабаттан тұрады, сыртқы және ішкі қабаттар эндокринді бездерге жатады. Бүйрек үсті безі тироксин гормонын бөледі. Ол егер де көп бөлінсе, адамның жүрек соғысы да көбейеді, ал аз бөлінсе, адам салмақты қалып келеді. Және де минералдықтар деген гормонды бөледі. Бұл гормон адам ағзасындағы минералды, тұздарды, суларды реттейді. Ал эндокринді бездерге адреналин жатады, ол көңіл-күй гормоны әсер етеді. Қандай да қан мөлшерін арттырады, жүрек жиырылығын жиілетеді. Көру өткірлігін жақсы
қашан ұлғайтады. Оның қызметі жүрек соғу жиілігін арттырады. Терінің асқорыту мүшелері жүйесі, қанның құрамында глюкоза бар, сосын және тағы қан қысымын көтереді. Жақсы. Тағы қосатыныңыз ма, Диас? Келесі үшінші топ сіздерге аралас бездер, иә? Оның ішінде ұйқы безі және жыныс бездер туралы ақпарат беруіміз қажет. Ал тыңдайық. Бізде берілген аралас бездер. Аралас бездерді ішкі сыртқы секреция қызметтерін атқара отырып, негізінен екіге бөлінеді. Ұйқы безі және жыныс безі. Жыныс безі бізде аталық және аналық болып екіге бөлінеді. Аналық бізде кіші жанбаспен кіші жанбаста орналасса, ал аталық без ұлмада орналасқан. Ұйқы безі асқазанның артында қуысында орналасқан. Ұйқы безі сөліндереді. Бұл сөл ас қорытуға қатысады. Әйелдердің жыныс гормондарын қызметі тері астына май жиналу және де дене пішіндері сүт безінің бөліну арқылы қалыптасады. Ерлердің жыныс гормондары сақалып мұрттың өсуі, бұлшықеттер мен қаңқаның дамуы және дауыстың жуандауы. Қандай гормон бөлінетін еді? Ерлердің тестостерон гормон бөлінеді. Өте жақсы. Гормондар ұйқы безі бөлетін гормон. Ол қандағы қан мөлшерін реттейді. Ол ұйқы безіне түзету қызметі қандағы қан мөлшерін реттеу, инсулин жетіспесе, қанда қан мөлшері көбейеді, қан диабеті пайда болады, адам тез шаршайды, шөлдейді. Өте жақсы. Және глюкагон гормоны қанның құрамындағы глюкоза мөлшерін тұрақты сақтайды. Ол бұлшықетте және бауырдағы гликогенді глюкозаға айналдырады. Қанның құрамындағы глюкоза ол 0,1 немесе 0,112% дейін жетеді. Глюкоза мөлшері бауыр мен бұлшықетте қорға жиналады. Аралас бездер гормон бөледі, сөл бөледі, ағзаның дамуын, көбеюін және зат алмасуды реттейді. Яғни екеуін де бөледі, бағанағы бірінші, екінші топтың айтып кеткені, олар біреуі ғана сөл бөлсе, екінші гормон бөлсе, ал бұл жерде аралас бездерде екеуі де бөлінеді екен. Жақсы, жарайсыңдар, отырамыз. Енді келесі тапсырмаға бағаларды қойып отырайық, бағалау парағына. Келесі тапсырма, жеке тапсырма, содан дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді қойып, тақырыпты жазған болсақ, жеке жұмыс, дәптермен жұмыс яғни бұл жерде термин сөздерге, бүгін танысқан жаңа термин сөздермен анықтамасын береміз және кестені толтыратын боламыз. Бұл жерде кестеде экзокринді және аралас бездер анықтамасын жазып кетесіздер, оны реттеуші қызметтеріне әсер етеді дейді. Қандай әсер ететіні туралы қысқаша жазып, тез кестені толтырып шығамыз. Сөйтіп, әр топтан бір оқушыдан жылдан оқып жүрейік. Оған оқушылар қолды көтеріп, бірінші сұраққа жауап берейік. Гормон дегеніміз не екен? Сонымен айтады Аружан. Гормон ішкі секреция бездері бөлетін қан арқылы таралып, ағзаның қызметін реттейтін биологиялық белсенді зат. Жақсы. Ал гормон қызметі қандай екен? Айдуке? Гормон қызметі зат алмасуды және ішкі құрылыстағы ағзаның қанттың мөлшерлерін қызметін атқарып отыратын безде отыратын. Келесі, секрет дегеніміз не екен? Арай? Бездер бөліп
бөліп шығаратын биологиялық зат, мысалы сілекей, асқазан сөлі және тері. Жақсы. Ал секреция дегеніміз не? Әсел? Секреция дегеніміз осы бездің ішінде түзілетін заттарды секреция деп атаймыз. Секреция. Жақсы. Соңғысы гуморальды реттелу деген не екен? Ерасыл? Ағзадағы мүшелер мен жүйелердің қызметін қан, лимфа және ұлпа сұйықтығы арқылы тарайтын химиялық заттар арқылы реттелу. Жақсы, жарайсыңдар. Енді мына кестені бір оқушыдан айтуге эндокринді бездердің анықтамасымен оны ағзаның реттеуші қызметтеріне әсері дегенді. Бірінші, Ардәулет. Эндокринді бездер анықтамасы гормондық тікелей канал бөлінген бездер ағзаның реттеуші қызметіне әсер етеді, гормон арқылы ағзаның қызметін реттейді. Гормон арқылы ағза қызметін реттейді. Жақсы. Эндокринді бездер әсер? Ол эндокринді бездер өз секретін түтік арқылы бөледі. Олар гормон бөлмейді, тек ферментті сұйықтық бөледі. Өте жақсы. Соңғысы аралас бездер. Кім жазды аралас бездер туралы? Тағы. Аралас бездер анықтамасы және ағзаның реттеуші қызметтеріне әсер етуі. Бағдаулет. Анықтамасы аралас бездер ішкі сыртқы секреция болу ағзаның қызметтерін реттейді. Ағза қызметі гормон және су арқылы ағза қызметін реттейді. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Олай болса келесі тапсырмаға өтейік. Жұптық тапсырма. Қазір мен сіздерге әр жұпқа бір тапсырмадан беріп кетемін. Сол тапсырманы тез ауызша орындаймыз, иә? Осы қағазға жазып алып, өздерің ауызша айтсаңдар болады. Жобамызбен ақылдасып, сұрақтарға қарап жауап береміз. Яғни бұл жерде бірінші жұптың тапсырмасы берілген бездерді кестеге бөліп жазуымыз керек. Яғни эндокринді бездер, экзокринді және аралас бездер мына жерде орындар шатасып берілген. Сендер орнына қойып бөліп жазамыз, ары қарай қорытынды жазамыз. Аралас бездердің ерекшелігі, мына екі бездің ерекшелігі туралы айтып кетуіміз керек. Ал екінші жұп тапсырмасы орналасуын анықта дейді. Қалқанша безі қайда орналасқан, гипофиз қайда орналасқан, ұйқы безі және бүйрек бездері қайда орналасқан туралы ақпарат береміз. Үшінші жұп төмендегі гормондардың қызметін жазамыз. Яғни инсулин, адреналин, тироксин, өсу гормоны қандай қызмет атқарады, олар көбейген кезде немесе азайған кезде қандай ауруға шалдығады, сол туралы тез ақпарат береміз. Соңында гормондар жетіспесе немесе көбейіп кетсе, қандай ауруға шалдығады, сол туралы ақпарат береміз. Дайын оқушылар қол көтеріп жауап береміз. Ерасыл бірінші болған еді, ал жауап берейік. Инсулиннің қызметі қандағы мөлшерді азайтады, глюкоза жасушаларын өткізеді. Адреналиннің қызметі жүрек соғысын жиілетеді, қан қысымын көтереді. Тироксиннің қызметі зат алмасуды реттейді, өсу мен дамытуға әсер етеді, дене температурасын сақтайды. Өсу гормонының қызметі ағзаның өсуін қамтамасыз етеді, сүйек пен бұлшықетті дамытады. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі Аружан және эндокринді бездер қалқанша без, бүйрек үсті без, экзокринді бездер, сілекей безі, тері безі, аралас бездер, ұйқы безі, жыныс безі. Қорытынды екі түрлі қызмет аралас бездер екі түрлі қызмет атқарады, гормонды қанға бөледі және секретті арнайы өзек арқылы бөледі. Дұрыс па? Сіздер көте сондай ма? Соңғы бірінші жұптың тапсырмасын тыңдап көрейік, талабын. Екінші жұп берілген бездер орналасын сипаттаңыз. Қалқанша без мойын аумағында орналасқан, ал гипофиз бізде мидың асты жағында орналасқан. Жақсы. Ал ұйқы безі болса құрсақ маңында орналасқан, бүйрек үсті бездері ақ отырғаны бүйректің үстінде орналасқан. Жақсы, жарайсыңдар. Екінші жұп, сіздер қосатындарыңыз бар ма? Біздікі де сондай, қалқанша без мойынның алдыңғы жағында, гипофиз мидың төменгі бөлігінде және түрік ершігінде орналасқан. Ұйқы безі
Uyku bezi құрсақта асқазанның артында. Бүйректі бездер әр бүйректің үстінде орналасқан. Жақсы. Бірінші шрифтті толықтырайық. Бағдәулет көркем. Аралас бездер гормон бөледі, сөл бөледі және ағзаның дамуын көбейтеді және зат алмасуға қатысады. Мен өзім жұмысқа толықтыра кететін болсам, мысалы біз эндокрин және экзокринді бездер біз бір жұмыстан алқады, яғни біреу гормон бөлсе, біреу сөл бөледі. Ал бізде аралас без екеуіне бөледі, яғни гормон да бөледі және сөл де бөледі. Жақсы. Толықтырамыз ба екеуін? Алғанша біз мойынның алдыңғы бөлігінде көмейдің төменгі жағында төмендегі екі бүйірдің орай орналасқан. Гипофиз мидың төменгі бөлігінде бас сүйектің ішінде орналасқан. Ол миға жіңішке сабақша арқылы бекіген. Uyku bezi құрсақ қуасында асқазанның арт жағында орналасқан. Ол 12 ер ішекпен тығыз байланысты. Бүйрек түсті бездер. Әр бүйректің үстіңгі жағында орналасқан жұп бездер пішіні кішкентай үшкір немесе жарты ай тәртіп болады. Жақсы, жарайсыздар. Олай болса, балалар, бағалауды ұмытпаймыз. Әр жұп дұрыс бергендіктен бұл тапсырма бізде 2 балмен бағаланады. Бағалап отырайық. Топташыста соңғы тапсырма қалды бізде функционалдық сауаттылыққа негізделген сұрақты мәтінді оқиып, сөйтіп астындағы сұрақтарға ауызша жауап беріп көрейік. Мәтінді кім оқиды? Әсел оқиықшы. Жағдайы өзгереді. Жағдайы темірсің оқушысы Айсыл соңғы уақытта тек шаршайды, сабақта ұйқышыл, салмақ қосқан, суыққа төзімсіз. Анасы оны дәрігерге апарды. Дәрігер қан таңдауын жасап, бір гормон мөлшерін төмен екенін айтты. Сұрақтар: бірінші сұрақ. Қай бездің қызметі бұзылған болуы мүмкін? Екінші сұрақ. Қай гормон жеткіліксіз бөлінген? Үшінші сұрақ. Бұл жағдай ағзадағы қандай вирустың баяулауына әкеледі? Төртінші сұрақ. Мұндай жағдайда не істеу керек? Бұлармен байланыс. Яғни сұрақты түсіндік қой, мәтінді түсіндік, иә? Бірінші сұраққа кім жауап береді? Қай бездің қызметі бұзылған болуы мүмкін дейді? Бұл жағда ағзашы бездің қызметі бұзылуы мүмкін. Иә, келісесіңдер ме? Ағзашы бездің қызметі бұзылуы мүмкін. Қай гормон жеткіліксіз бөлінді, Жансая? Тироксин және триодотрин дейтін гормон жеткіліксіз болды. Бұл жағдай ағзада қандай үдерістің баяулауына әкеледі дейді? Бұл жағдай бізде ағзадағы зат алмасу үдерісі баяулатып, адам тез шаршап, ұйқышыл болып, және салмақ қосады, әрі суыққа төзімсіз болады. Соңғы сұрақ, мұндай жағдайда не істеу керек? Өмірмен байланыстырыңыз дейді. Айым. Дәрігерге тексеру керек, одан кейін йоды көп заттарды жеу керекпіз, және теңіз өнімдерін жеу керекпіз, балық тағы да басқа заттарды жеу керекпіз. Толықтырамыз. Бұл жағдайда инфекциялық дәрілерді жібермеңіз керек, және ол берген дәрілер инсулинді, қант диабетін түсіруге көмектесетін дәрілерімізді ішуіміз керекпіз, және көп нәруыз белоктар жеуіміз керек. Өте жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қазір бағалауды ұмытпайтын, сіз бағалап бересіңдер. Бүгінгі сабаққа кері байланыс, рефлексия жасап жүрейік. Яғни жалпы бүгінгі сабақтан сіздер не білдіңіздер, не үйрендіңдер, жалпы сендерді не таң қалдырды, не қызықты мәлімет, қандай мәлімет ала білдіңдер, және мен әлі де білгім келеді, не білгілерім келеді. Бірінші, Ерасыл. Мен бүгін бездердің нешеге бөлінетінін қаншаға бөлінетінін білдік. Жансая. Мен бүгін гормондардың бірнеше түрі бар екен, және ол жайлы гормондар бездер жайлы көп нәрсе білдім. Жақсы. Бағдәулет. Мен таң қалдым, адам ағзасында 1000-нан астам без болғанына. Без болатынына таң қалдым. Жақсы. Мен әлі білгім келеді. Тағы не білгілеріңіз келеді? Әсел. Мен әлі білгім келетінім көп гормон болатын, сол басқа гормондардың қандай жұмыс атқаратынын білгім келеді. Басқа да гормон бізде гормондардың түрлері өте аз берілген, бірақ алда 9-10 сыныптарда гормондардың түрлерімен, оларда туындайтын аурудың түрлерімен тағы да толығырақ танысатын боламыз. Жарайсыңдар, олай болса үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Гормон туралы 5 қызықты дерек жазып келу. Енді
бағана берген бағалау парағы бойынша кім қанша балл алды? Әр топ басшысы топты бағалап жіберсе, иә? Әсел? Басында 9 балл, Сырым 7 балл, Айым 8 балл, Диан 6 балл, Арай 10 балл, Нұрасыл 6 балл. Жақсы, жарайсыңдар. Керемет. Насая? Сәрсенбекова Әсел сабақты жақсы түсінді, жақсы айтты, сол үшін мен оны 10 балға бағаладым. Одан кейін Қарим Бақдәулет, ол жеке жұмыста қате кетіпті, сол үшін мен оған 8 балл қоямын. Нұрлан Алижан, мен оған 8 балл қоямын, сол жеке жұмыста қате кеткен. Және Мұхаммед Аружан, ол 10 балл, тақырыпты жақсы түсінді. Және өзіме 8 балл қойдым, бір қателіктер кетті. Қасымда Айнубеге мен 10 балл қойдым. Өте жақсы, жарайсыңдар. Райымхан Жасылға 9 балл, себебі ол барлық тапсырманы орындай білді және жақсы жауап берді. Еркежан 8 балл, себебі Еркежан енді сәл қателік болды, бірақ жақсы болды. Көркем 10 балл, барлығы дұрыс болды, жақсы жұмыс жасай білді. Бақдәулет 9 балл, бір тапсырмасының бір сұрағынан қате кетті. Ерасыл 8 балл, барлығына жақсы жауап берді, Нұрай 8 балл. Өте жақсы, керемет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, сабақта өте белсенді болдыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Үй тапсырмасын орындап келіңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.